Менің есімім Мади. Мен 10 сынып оқушысымын. Ортаның менің өмірімде алатын маңызы зор. Алайда белгілі бір уақыт аралығында адамдардан оқшаулану қажет болды. Қазақстанда бүкіл әлемде де үлкен алаңдаушылық тудыратын өзекті мәселелердің бірі нашақорлықтың, лудоманияның таралуы. Бұл құбылыс жеке адамның ғана емес, жалпы ұлттың денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Бұл қауіп менен де айналып өтпеді. Осындай адамға қажетсіз заттардың кесірінен достарыммен, туғандармен араласуды доғардым. Осындай жалғыз қалған сәтімде маған көмек қолын созған сынып жетекшім Ақжан Талғатқызы және сыныптастарым. Мұғалім оқушы үшін ең жоғары адамгершіліктің үлгісі, ұстаз мектептің жүрегі, қайталанбас тірегі. Өз ортамнан шетте тыс қалғанында ұстазым қамқорлық танытты. Осы үшін үлкен алғыс айтамын. Білімім қалғанша, бауырларым, жақындарым, беремін мен сендер үшін бәрін. Бауырларым, тамырларым, сыйысыңдар маған берген бір Алланың. Бауырларым. Құрметті жас досым, денсаулық зор байлық дегендей өмірін жарқын, болашағын зор болсын десең, елінің жұлдызы болам десең, денсаулығыңды сақтаған жөн.